Конституция бұл кез келген елдің басты жол көрсететін құжаты, темірқазығы. Мен көп жылдар мектепте мұғалім, ұстаз, мектеп директор болып қызмет жасадым. Қазір зейнеткермін. Қазақстан Республикасы азаматы ретінде барлық елде болып жатқан жаңалықтармен танысып отырамын. Биыл 2026 жылдың 15 наурызында өтетін республикалық референдумға қатысамын. Және қазір мен Конституциямен толық танысып шықтым. Қазір өмір сүру құқылы абсолютті ажырамайды деп нақтылап көрсетілген. Айтарым, мықты, нақты заңмен қорғалған халқымыздың өмірі алаңсыз, перзенттеріміздің болашағы жарқын, кез келген дамыған мемлекеттермен бірдей білім жүйесінде бәсекелестікке түсе алатындай жастарға білім берілетініне сенімдімін. Еліміз аман, өміріміз тыныш, болашағымыз жарқын болсын.